Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз present simple, осы шақтың болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерін сіздермен толықтай түсіндіріп өтеміз. Сонымен ағылшын тілінде математикаға сәйкес. Сіздер үйренген кезде бұл жерде сұраулы сөйлемде біздер бір көмекші етістігіміз бар, сиқырлы көмекші етістігіміз соны қолданып кетсек, бізде сұраулы сөйлем пайда болады. Және болымсыз сөйлемде біздер қолданатынымыз Do немесе don't деген етістіктер. Ал бастайық. Сонымен бізде бұл жерде бізде болымсыз сөйлем. Егер I work дегеніміз мен жұмыс істеймін, we play, біздер ойнаймыз, you do, сен жасайсың, they like, олар ұнатады деген сөйлемдер біздер болымды болатын болса, болымсыз сөйлемде біздер ортасына көмекші етістікті қоямыз және болымсыз түрін көмекші етістіктің болымсыз түрін қоямыз. Сонымен I, we, you, they don't play, work, do немесе like. Үшінші жақта біздер he, she, it деп айтатын кезде етістікке s немесе es жалғайтын еді. Мысалы, he works, she plays, she does and she likes. Және де осы жалғауға бізде көмекші етістікке жалғанып кетеді. Ол doesn't бұл өзгереді. Мысалы үшін he doesn't work, she doesn't play, it doesn't work немесе she doesn't do. Ол істемеді, ол жұмыс істемейді, ойнамайды деген теріс сөйлемдер жасалынады. Мысалдарға өтетін болсам, I drink coffee, but I don't drink tea. Мен кофе ішемін, бірақ мен шай ішпеймін. Болым сөйлем мен болым сөйлемді бізде екеуі де бір сөйлемде. Келесі сөйлем, Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue шай ішеді, етістікке s жалғанып тұр, бірақ doesn't drink coffee. Ол кофе ішпейді. Doesn't деген көмекші етістікке es жалғанып тұр. You don't speak English very well. Сен ағылшын тілінде өте жақсы сөйлей алмайсың. They don't watch television very often. Олар телевизор көрмейді өте жиі. Rice doesn't grow in cold countries. Күріш салқын елдерде өспейді. Және соңғы сөйлем, we don't know many people in this town. Біз көп адамдарды білмейміз мына қалашықта. Келесі біздерде сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем пайда болу. Біздерде алдында көрсетілгендей мысалдарымыз бар. I, we, you, they, work, play, do, like. Бұл сөйлемді біздерде сұраулы сөйлемге айналдыру үшін біздер алдында бар болғаны көмекші етістікті қоямыз. Көмекші етістік өзі аударылмайды, бірақ та өзінің сөйлем басында тұрғанымен ол бұл сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін көрсетеді. Және сөйлемнің артында бізде сұрақ белгісі бар. Мысалы үшін do I work, do we play, do you do, немесе do you play, және де do they like. Үшінші жақта he, she, it болған кезде етістікке s немесе es жалғанады. Works, plays, does, likes. Осының алдында бізге көмекші етістік қолданылады, does деген. Біз оны көреміз, бізге ол көмекші етістік болғандықтан осы жақтағы сұрақ екенін көрсетеді, бірақ аударылмайды. Does he work, does she do, does it play, немесе does she like. Сонымен келесі сұрақтан мұқият болыңыздар. Do және does'ның ерекшелігі. Does бізде үшінші жақта жекеше түрде. He, she, it немесе адамның аты болатын болса, жеке адамның аты. Анар, plays, tennis, немесе Рустам, works at school. Келесі қысқа жауаптарға назар аударатын болса, мысалы, егер жауабымыз болымды болатын болса, yes, I do, немесе үшінші жақта yes, he, she does деп жауап береміз. Болымсыз сөйлемге жауап беретін болатын болса, no, we don't, немесе no, she doesn't деп қысқартамыз. Ол қалай болады екен? Сөйлемдерге назар аударайық. Do you smoke? Сен шылым шегесің бе? No, I don't. Және де do they speak English? Yes, they do. Олар ағылшын тілінде сөйлей алады ма? Ja, олар ағылшын тілінде сөйлей алады. Does he work hard? Yes, he does.
Және соңғы сөйлем, does your sister live in London? No, she doesn't. Сонымен біздің сабағымыз осымен аяқталды. Төменгідегі сілтемемен өту арқылы бүгінгі сабағымызды бекітуге сіздерге ұсынамыз. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.